көбейген. Біз сабақтан шыққан кезде ауылдың дәл ортасына кеп бір атшана тоқтап тұр екен. Мына көрші ауылдағы етікші Жақыпбай шалдың атшанасын бірден тандық. Анда-санда кеп ауылдағыларға етік тігіп беріп, астық жинап әкететін. Иегінде теріден қиып ап жапсыра салғандай боп тұратын бір шоқ сақалы бар. Екі беті нарттай қып-қызыл домалақ шал. Қазірде ауыл ортасына кеп тұрғаны етік тіккізуге үйіне кім шақыра қояр екен деп күтіп тұрған болар деп ойладық. Бұл жолы шал жалғыз емес екен. Шанасында тағы біреу отыр. Басында маңдайында жұлдызы бар әскери сұрғылақшын, үстінде сұр шинель. Өзі аурудан тұрғандай жүдеу өңді боп-боз арық адам. «Балалар, бері келіңдер», деді әлгі жүдеу адам. Кімде болса әскерден қайтқан біреу. Бірақ біз танымаймыз. Балалар жүгіре басып жақын келдік. Біреудің үйін сұрайтын болар деп ойлағанбыз. Әлгі жүдеу адам арт жағында жатқан қапшықты алып ашты да ішінен әппақ кесек тұздарды уыстап алып бәрімізге бір-бірден үлестіре бастады. «Бұл қант қой, алыңдар. Менің сендерге деп әкелген базарлығым», деді әрқайсымызға күлімсірей қарап. Уысындағы біткен соң күйіндеу жеткен балаларға әлгі қапшықтан тағы да уыстап алып шықты. Үлкен қапшықтың іші толы қант кесек тәрізді. Біз өңіміз түгілі түсімізге кірмеген тастай қатты әппақ қантты шүпірлей сорып, есіміз шығып тұрмыз. «Сен өзің базарлықты бүкіл ауылдың балаларына жетерлік тегіп әкепсің ғой», деді Жақыпбай шал. «Осы балалар алдымнан шығарау деп, госпитальда 3 ай бойы жатқанда күнделікті шайға деп берілген қантты жинай беріп едім», деді жүдеу адам жымия күліп. Онан соң әрқайсымызға елжірей қарап, «Кімнің баласысың?» деп сұрайды. Біз әкеміздің атын айтқан кезде, «Со кісінің баласы екенсің ғой. Үлкен жігіт боп қапсың ғой», деп мәз болады. Біз балалар бірде-біріміз оны танып тұрғанымыз жоқ, ал ол біздің барлығымыздың да әкелерімізді танып біліп тұр. «Әкең қайда, әскерде ме? Әлі қайтқан жоқ па?» «Әлі қайтқан жоқ. Нешауа, жақын арада қайтады әлі». «Сенің әкең ше?» «Менің әкемнен қара қағаз келген». Деп жүдеу адам қабағы түйіліп онан әрмен жүдеп қалады. «Жақсы жігіт ет әттеген-ай», дейді күрсініп. «Ал жігітім, қай үйге түсірейін?» деген Жақыпбай шал. «Білмеймін», деді жүдеу адам күмілжіп. «Елге жеттім ғой, осы арада түсіп қалсам да болады». «Өзің еліме келдім дейсің де, ат басын тірейтін жерің жоқ болады. Сонда бұл қалай жігітім?» дейді Жақыпбай шал таңырқап. «Әне, анау жерде бейіт бар», деді жүдеу адам ауылдың теріске жағын нұсқап. «Сол арада менің әкем мен шешем жатыр. Демек, ат басын тірер елім осы ара». Біз білмейтін бұлғын болды десіп, балалар өзара күбірлесіп тұрмыз. Оның қорасан дағынан қалған аздаған шұбары бар кескініне таңырқаса қараймыз. Күлімсірей қараған қой көзі әрқайсымызға іш тарта елжірейді. Өзі шанадан түскісі келмегендей және қозғала қояр емес. Өстіп ол бізге, біз оған қарап тұрғанымызда тас қойма жақтан нүсіп шал шанаға таяп кеп, дауыстай сәлемдесіп Жақыпбайды таныды да, «Я, әлей болсын», деп жөн сұрады. «Міне, ауылдарыңның әскерден қайтқан бір азаматын әкеп тұрмын», деді Жақыпбай шал даңғырлай сөйлеп. «Я, бұл қай бала?» деді нүсіп шал жүдеу жігітке еңкейіп. «Мен ғой, менің кім?» «Түсіңді тани алмай тұрмын қарағым, аты жөніңді айтпасаң?» «Ысқақтың баласы көбегенмін». «Қарағым-ау, тірі ме едің?» деп жан даусы шыққан нүсіп құшағын жайып кетті. Жүдеу адамды бас салды. Құшағына қысып бетінен сүйіп, көзінен ыршып шыққан жасын тиялар емес. «Қарағым-ай, танымай қалдым ғой, сен әскерге кеткелі қанша заман, анау әлгі ақ пендермен соғысардың алдында алындың емес пе?» «Иә, сонан бері қанша жыл өтті, өлі тіріңді де білмеушек, қарағым-ай, тірі екенсің ғой», деп нүсіп шал әскерден дәл өз баласы келгендей айналып толғанып, қуанғаннан есі шығып кетті. Тек әлден уақытта, «Әй, бұл тұрыстарың не?» деді жұлып алғандай. «Жігіттің түсер жер болмай тұр. Қой әрі, о не дегенің? Көбегенге осы ауылдың бар үйі өз үйі емес пе?» Әкесі Ысқақ марқұм менімен түйдей құрдас еді. Жігіттің сабазы болатын. «Қане, біздің үйге жүріңдер», деді онан соң бұйырып. Нүсіп шалдың үйі 2 үйден кейін болатын. Шанаға ілесіп шуылдаса топырлап біз де солай қарай жүрдік. «Енді қалай?» Әскерден ауылдың бір азаматы аман сау келіп жатқанда, және ол бәрімізге базарлығым деп қан түлестіріп берсе, бұдан артық қандай қуаныш болмақ.
Барлығымыздың аузымыз томпаң-томпаң етеді. Өзі тастай қатты, ерекше тәтті. Мұндай қантты жеген де бар, жемеген де бар. Шана Нүсіп шалдың дәл есігінің көзіне барып тоқтаған. Біз енді ғана байқадық. Көбегенді Жақып байшал қолтығынан демеп көтеріп тұрғызып, бір аяғы қарасаннан жоқ екен. Шанадан түсірерде жігіттің екі қолына бұрын біз көрмеген айрық жалғаулары бар ұзын екі таяқты балдақ аталатынын да кейін білдік, ұстатты. Көбеген әлгі екі таяққа қолтығымен асылып жерге жалғыз аяқпен секіріп түсіп секектей жүрген. Біз балалар көзіміз атсыздай боп, аузымыздағы әлгіндегі ғана көбеген үлестірген қанттың дәмін де ұмытып үрейлене қарап қаппыз. Біздің ауылда соғыстан жараланып қайтқандар бұрында болып еді. Қолының басын, саусақтарынан, қабырғасынан, көзінен айырылып келгендердің жүріс-тұрыстарында кемдік болмаған соң олардың мүгедектігіне үлкендерді қайдам, ал біз балалар онша көңіл де аудармаған екенбіз. Өкпемді оқ тескен деген Ырысбектің өзі де бізге соғыстан сонша бір зардап шеккен адамдай боп көрінбейтін. Қайта соғыстан жараланып қайтқандардың бәрі солғысап жүріп тұратын болса, онда жаралану дегенің аттан жығылудан онша ауыр болмағаны ғой деген ой келетін. Енді міне көбегеннің жалғыз аяқпен секектегенін көргенде соғыс дегеннің тірі адамды қандай күйге түсіретін ұққандай боп тұрмыз. Шын кемтарлықты көзімізбен алғаш көргеніміз осы еді. Балғын жүректеріміз шымырлап сыздап кетті. Жайшылықта аналарымыздың «Құдай-ау, екі қол, екі аяғынан айырылса да кеудесінде шыбын жаны аман келсе ризамын» деп зар еңіреп жылағанын естігенде онша мән бермейді екенбіз. Екі қол, екі аяғы емес, жалғыз аяғынан айырылған адамның мынадай мүшкіл халін көргенде төбе шашымыз тік тұрды. Қайран азамат, қандай мүсәпір күйге түскен. Анау жалғыз аяқ, екі таяқпен мына қалың қырда есіктен аттап шығуы зар ғой. Неткен қорлық. Соғыс дегеннің ауыртпалық, аштық, жалаңаштық, жетімдік, жесірлік қана емес, адамның кәдімгі қол-аяғы бүп-бүтін, төрт мүшесі түгел. Сау адамның кісаярлық кемтар күйге, пақыр күйге түсу екен осы сәтте анық түйсініп тұрдық. МТС-қа Байдалы шал өз апарып салған соң, жарты айдан кейін Нәзира әпкем бір күнге демалысқа келген. Біраз күн болса да көрмегендігіме өзгеріп кеткен. Бұрын ылғи далада жел қақты боп тотығып күреңітіп тұратын дөңгелек жүзі ат жақтанып бозарып жүдеу тартқан, толықтықтан төртпақтанып тұратын бойы да таралып сұңғақтанып өскен сияқты. Тіпті киген киімдері де басқаша. Шашын төбесіне түйіп, басына құлақшын киіп апты. Кәдімгі газетке шыққан Мәншік Мәмедованың құлақшын киген суретіне ұқсап тұр. Күпәйкесін шешкен, үстінде көйлек орнына кеудесімен шалбар біртұтас тігілген қызық бір киім. Мына қалпында бойжеткен қыз емес, еркек жора біреу сияқты көрінеді. Оның киімдеріне тіксіне қараған әжем, өзің Нәзирамысың? Деді. Иә, Нәзирамын, мына тұрған ырымшыл, діншіл кемпірдің немересімін, деді әпкем ерке үнмен күле сөйлеп. Осылай киінгені өзіне ұнайтынын жасыра алмай тұр. Немене, танымай тұрсыңдар ма? Танымай тұрмыз. Онда танып қойыңдар. Енді 2 ай жарымнан кейін темір тұлпар трактордың құлағында ойнайтын мықтыңыз мен болам. Деп кеп, әпкем әжемді құшақтай көтеріп ап, бетінен шөп-шөп сүйген. Жә, сүйектерімді сындырдың, онысы несі кәпір? Деп әжем ашуланған боп күледі. Мұнан әрі әпкем әжемді қоя бере өзіне жаутаңдаса қарап қалған кішкене балаларды кезек-кезек құшақтап беттерінен сүйіп, қолдарына бірдеңелер ұстатқан. Олар бұне дескен таңырқап. Мәмпәси ғой. Ең соңынан мені кеп арқамнан қағып құшақтап бетімнен сүйді де, бойың өсіп, жігіт боп қапсың ғой, деді еркелетіп. Ой Аллай, осы сәттегі Нәзира әпкемнің мінезі де, даусы да құдды апам сияқты айнымай қалған еді. Кішкене балаларға ұстатқан мәмпәсиінен маған да берді, және төс қалтасынан кішірек 4 бұрышты кітапшаны алып, мә, блокнот, деді. Бұл менің өмірімдегі судыраған ақ қағаздан тігілген блокнотты қолыма алғаш ұстауым еді. Мұнан әрі Нәзира әпкем түйіншегінен жылтырақ қағазға оралған алақанның жартысындай ғана нәрсені алып, қайрыла әжеме бұрылып, мынау жарты шайды саған әкелдім, деді. Құлыным, күнім, деп көзіне жас толған әжем демігіп, бірден сөйлей алмай қалды.
Тек сәлден кейін ғана өзің боп-боз болып жүдепсің, осының бәрін тамағыңнан жырып алып жүрсің ғой, ә? Деді кінәлай сөйлеп. Тамағым аш емес, әже. Есіңде ме, былтыр жазда облигацияға жазылғанымызда соның ақшасын төлеу үшін мына таудағы омарташы орыс шалына ақ ешкіні лағымен сатып ек қой. Сонда 50 сомды апам маған берген, тығып қой деп. Ұстап жүргенім сол ақша. Ал мына комбинезон мен құлақшынды МТС-тің директоры бергізді. Ылғи еркектердің арасында көйлек пен тракторға отырып тұру ыңғайсыз болады деп. Трактористер курсында 2 қыз оқимыз, екеумізге де директордың өзі қамқорлық жасап отырады. Сонымен біздің үйде кішігірім той болды да қалды. Сол күні Нәзира әпкемнің үйге келгенін пайдаланып, әжем Көбегенді қонаққа шақырып жібермек болды. Алыстан оқ пен оттың арасынан келген ер азамат дәм таттырғанымыз жарамайды, деді. Күздегі сары серкенің бір жілігін сақтап келген екен, әжем соны қазанға салды. Маған қол диірменге молғып талқан тартқызды. Жарым кесе, бір кеседен үнемдеп неше күннен бері жинастырып жүрген қоңыр сиырдың сүтін кіші қазанға жарты қазан етіп пісіріп, оның бетіне қаймағы тұрсын деп жауып қойды. Сөйтіп, көптен апам қайтыс болғаннан бері біздің үйде бола қоймаған дастарханның мәзірі әзірленген. Осының бәріне қоса Нәзира әпкем берген жарты кірпіш шайды әжемнің бүкіл ауылға өзінен басқа ешкім жоқ байлығы еді. Әй Қанат, басқа біреу шақырып қойып жүрер, сен қазір ертерек барып ескертіп келші Көбегенге. Бүгін кешкісін біздің үйден кеп дәм татсын, деді әжем мені жұмсап. Нүсіптің үй іші түгел бірге келсін, деді де. Әскерден қайтқан адамға дәм татқызатын салт бойынша шамасы келгендер Көбегенді күнделікті кезекпен қонаққа шақыратын. Оқ пен оттың астынан аман сау қайтқан ер азаматқа ақ пейілдермен бары бір асым етін асып, жоғы қара талқанмен болса да бір шәугім шайын әзірлеп сый құрметін білдірді. Және қонаққа Көбегеннің жалғыз өзін алаламай, Нүсіп шалдың үйін тегіс қоса шақырады. Шалдың өзі, кемпірі және жалғыз қыздары Шынар барлығы бірге келіп, бір үйдің адамдарындай жадыраса отырып, өздері де келген үйлері де әуелі Көбегеннің соғыста басынан кешкен әңгімелерін тыңдап, одан ауылдың өткен-кеткенін қозғап, ақырында түннің бір уағына дейін Көбегенге еңлік кебек, қалқаман мамыр, мұңлық, зарлық сияқты қиссалардың бірін айтқызып, арқалары кеңіп бір сейіліп қалады. Көбегеннің даусы керемет зарлы. Қиссаларды ескі бір әуендерге салып зарлатқан кезде төбе құйқаң шымырлайды. Мұраттарына жете алмай, қосыла алмай арманда кеткен ғашықтардың, жауыздықтың қырсығынан бір-бірінен айырылған бауыр мен қарындастың зар мұңы соғыс кезінің зар мұңымен ұштасып, әркімнің жүрегіндегі жарасына тиетін болу керек. Тыңдаушылап егіліп отырып, көз жастары сорғалап отырып тыңдайды. Сөйтіп аз күннің ішінде Көбегеннің қиссашылығы бүкіл ауылға тарады. Біреулер шіркіннің даусай, сай сүйегіңді сырқыратады деп тамсанса, екіншілер апырай десеңші, анау жолы әскерге алынбас бұрын мұның әу деген өнерін байқамаушы ек, осының бәрін қайда жүріп жаттап алған өзі, деп таңданады. Ол кезде сендер байқамайтындай да едіңдер. Көздерің аспанға қарап, шатырайып шолақ белсенді болғандарыңа мәз боп, арақ ішуден асқан өнер жоқтай көруші едіңдер ғой, дейді үшіншілері. Шерменде ғой байғұс, жастайынан ата-анасынан жетім қап не көрмеді. Соның бәрі көкірегінде беріш боп қалды емес пе, дейді төртінші біреулер. Үлкендерден естуімізше Көбеген ата-анасынан жастайынан жетім қап, ауылда әркімнің есігінде жүріп өседі. Кішірек кезінде баласы жоқ үйлердің қозылағын қарап, есейіңкіреген соң жекеменшіктің қой ешкісін бағады. 2-3 кластық білім алып хат танығаны болмаса оқымайды. Сөйтіп әскер қатарына алынғанға дейін ешкім көз келмеген жалғыз басты жан болып кете берген. Алғашқыда ақ финдермен соғысқа қатысқан, одан кейін отан соғысының алғашқы күннен бастап 44 жылдың ноябріне дейін, яғни аяғынан жараланғанға дейін майданның алдыңғы шебінде болған. Өзі бұған дейін 4 рет жараланған екен. Ол жаралары ылғи жеңіл болып, госпитальда бірер ай жатып, сауығып, майданға қайтаттанып отырыпты. Өз айтуынша ауылға 2 айсыз 7 жыл дегенде қайтып оралыпты. Сол 2 айсыз 7 жылдың ішінде ауылдан небары 3-ақ хат алған екен. Оның 2-ін соғыс басталардың алдында Тоқтар жазыпты, ал
Үшінші хатты осыдан 2 ай бұрын госпитальда жатқанда Мұқан ағайдан алыпты. Ауылдың амандығын айта кеп, өзінің әскерге аттанып бара жатқанын, мұның адресін военкомат арқылы анықтап алғанын жазыпты. Осында әскерден қайтқан кейбіреулер бар жоғы 5-6 айдың ішінде ғана ана тілімізді ұмытып қаппыз деп, не орысша емес, не қазақша емес, былдырық сөздерді шатып ұтып келеді. Ал сен ғой, 7 жыл әскерде жүріп, осынша қиссаларды қалай ұмытпағансың? Дегенде Көбеген, қайдам, ұмытпауды ойлаған емеспін. Анда-санда қазақ жігіттері бас қосқанда айтатынмын. Онан соң госпитальда жатқан кезде 2-3 қазақ жатты. Солар қайтатынмын деді. Ауылдағы барлық үйлер сияқты Нүсіп шалдың үйі де 2 бөлмелі болатын. Ауыз үйге отын су жиналатында, төп үйде үй иелері тұратын. Еркегі бар үй, оның үстіне шалдың өзі де ұқыпты шаруақор адам, жылда жазда үйін майлап-сылап жөндеп отырады. Сондықтан басқа үйлерге қарағанда тап-тұйнақтай тап-таза еді. Есігінің алдында да қардан кең ашып, тазартып күреп тастапты. Кішкене терезенің алдынан өтіп бара жатып, ішке көзім түскен. Көбеген маңдай жарқырап терезе алдында етік тігіп отыр екен. Еркегі бар үйдің тірлігі осы ғой, дедім іштей қызығып. Мен сәлем беріп кіріп барған кезде шал мен кемпір үйлерінің ортасында қыздарының аяғына 2 жақтап еңкейе қарап жігі жапар боп жатыр екен. Мені көре сап Шынар әке шешесін ысырып тастатты. Қане, қандай екен, мына Қанат айтсыншы, деді жуан даусымен күжете түсіп. Сөйтті де маған қарай жүрді. Бір аяғына су жаңа сыңар етік киіпті. Қалай Қанат, етігім аяғыма жараса ма? Бір оңға бір солға аяғын бұраңдата басып, менің алдыма кесе көлденең тұра қалған. Етігі мұз басқандай сықыр-сықыр етеді. Топ-толық балтыры қонышын жарып жібере жаздап тұр. Обал не керек, етігі де суреттей әдемі екен, және жалтыраған хром қонышты тырсылдатып керіп тұрған Шынардың топ-толық балтыры да әдемі көрінді. Жақсы, дедім шынымен сүйсініп. Қонышы тарлау сияқты ма қалай? Деген әкесі, жоқ, Қанат айтты, бітті, ал екеуінің айтқандарыңа сенбеймін, деді Шынар әке шешесіне шолжаңда еркелеп. Енді осы етікке лайық көйлек керек. Әке, естіп отырсың ба? Давай, анау бір қойыңды сатта, ауданға барып, базарға барып қайт. Мақұл, деді әкесі күліп. Шынар шал кемпірдің жалғыз қызы еді. Мінезі сол шолжаң, аса ерке болатын. Бүкіл ауылда мына жаман шал әкесінің арқасында колхоздың ауыр жұмысына бармайтын. Не кием, не ішіп жейм демейтін. Таршылық көрмеген бір адам болса осы Шынар. Қазірде еркелігіне басып, етігін сықырлата тұрып, аяғымда былғар етік сықыр-сықыр етеді, құлағымда алтын сырға сыңғыр-сыңғыр етеді, деп әндете белеп қойды. Қыздарының қуанышына әке шешесі мәз-мейрам. Терезе алдындағы Көбегенде қолындағы ісін қоя тұрып, Шынарға күле қарап қапты. Мен әуелі Көбегенге, онан соң шал кемпірге үй іштерімен тегіс қонаққа шақыра келгенімді айтқам. Тіпті қуанып қалды. Нәзира келді ме деп сұраған Шынар. Келді, қазір үйде. О, тамаша, Нәзира қайта бар, мені де келеді деп. Және жаңа етігімді киіп келем, байғазысын әзірлей берсін. Аға, естіп отырсыз ба? Деді онан соң Көбегенге еркелей қарап. Анау екінші сыңарын кешке дейін бітіретін болыңыз, білдіңіз бе? Бұл сізге әскери тапсырма. Құп болады Шынаржан, деді де оның еркелігін ағаша қабылдап мәз болып дереу етіктің екінші сыңарын қалыпқа кигізе бастады. Кешкісін Шынар біздің үйге жаңа етігін киіп келген. Қызбысың деген емес пе? Нәзира әпкем қатты қызықты. Шынарды ауыз үйге шығарып ап, қоярда қоймай тұрып, етігін шешкізіп өз аяғына киіп көрді. Аздап қысады екен, деді. Бұл да аяғын оңды-солды бұраңдата басып. Қыздардың бәрінің өстетін әдеті болу керек. Бір-екі күн кисем кеңейіп кетер еді. Мына Көбеген шебер етікші екен. Сен де өзіңе бір етік тіккізіп алсаңшы, мен айтайын. Былғар жоқ қой. Айтпақшы, апамның ескі етігінің қонышына жаңа бас тауып тіккізуге болатын шығар. Болады, мен әкеме айтайын, жаңа бас тауып береді. Өзің МТС-қа қашан қайтасың? Таңертең ерте тұрып кетуім керек. Онда әлгі қонышты қазір тауып қой, кетерде Көбегенге аяғыңды өлшетіп ала кетейік. Біз түп үйге кірген кезде үлкендер өткен-кеткенді қозғап қызу әңгіменің үстінде екен. Әңгімені қозғаушы Нүсіп шал да, әжем соны кеукелеп қойып отырып, арагідік Нүсіп шалдың кемпірі де араласып сөз қыстырып қояды. Сәл тыңдаған соң ұққаным, әңгіме Көбегеннің ұлы
ұлы бабасы туралы екен. Жарықтық сөзге шешен сері адам болыпты. Бір үлкен жиында жесір дауы сөз болғанда, әйел ана емес пе? Ананың басын саудаға салғанның жүзі қара емес пе? Біз бүгін бір жесірдің мойнына тұзақ салсақ, ал күні ертең одан туған ұрпақ рулы ел болғанда, соларға не бетімізді айтамыз? Деп көпшілікті өз жағына қаратып жесірді зорлықшылардан азат еткен екен, деді Нүсіп шал әңгімесін аяқтап. Айтқаны келді ғой, сол Сәбира апамнан тараған ұрпақтың бірі мына Нұғыман емес пе? Деп әжем іліп әкеткен. Яда, деп қойды Нүсіп шалдың кемпірі де. Мұндай ұлы бабасын мадақтаған әңгіме Көбегенге айрықша ұнайтын болса керек, өңі нұрланып, бір сөзді мүлт жібермей еліте тыңдайды. Менің етігім Нәзираның аяғына құйып қойғандай жақсы жарасады екен, деді еркелей кірген Шынар үлкендердің әңгімесін ортасынан қақ бөліп. Көбен аға, бұл сізге жасаған құлақ қағысымыз, тігуге болады ғой, деген Көбеген созыла сөйлеп. Бітті онда, келістік, деді Шынар сол еркеуінмен. Нәзира, естідің ғой, әлгі қонышыңды әзірлеп қой, кетерде мен ала кетем. Дастархан әзірленіп ет желінді, онан кейін шай жасалды. Әжем кірпіш шайын қап-қарағып демдеп шығарып шоққа қойып, қаймақ қатып қоңыр-күрең қып құйған кезде бүкіл үйдің ішін шайдың хош иісі алып кетті. Кішкентай балаларға дейін танаулары делбіреп қалған. Пах-пах, мұндай шайды ішпегелі қай заман, нағыз үнді шайы ғой, қайдан келген? Нәзира келді, мытыста біреуден алып сатып апты. Үлкендер шайдың дәмін ала түскілері келгендей асықпай сораптап ұрттайды да, уха деп ұзақ тамсанады. Жарты кесе ыбыстық шайды сөйтіп отырып әне-міне дегенше төңкеріп салады. Сәлден кейін ақмаңдайлары жіпсіп, рақат бір күйге еніп балбырай бастады. Өмірлерінде басқа бірде-бір асты дәл осындай өне бойлары балқып отырып ішпейтін шығар. Орамалмен маңдай терлерін сәнмен ғана сүртіп қояды. Ту, жарықтық-ай, буын-буыныма түсті ғой, дейді Нүсіп шалдың кемпірі. Іш, жаңалап демдеп қойдым, дейді әжем. Нәзира әпкем мен Шынар екеуі бір-екі шынаяқтан ішкеннен кейін ыдыстарын төңкеріп тұрып кеткен. Екеуі кәннің үстінде күбір-күбір әңгімелері таусылар емес. Бір кезде шайда ішіліп болдау, дастархан жиылып аз-кем тоқ басқаннан кейін Көбеген көтеріле отырып, Нүсіп шалдың ал бір қиссаңды әудеп жібер деген тілегі бойынша тамағын кенеп бір жөткірініп алды да Бозінген деген жырды бастады. Мен бұрын балалардан естігенім болмаса, Көбегеннің жырын бірінші тыңдауым еді. Даусының сәл жарықшағы бар, шарылдаған зарлы екен. А дегеннен төбе қиқамды шымырлата жөнелді. Бозінгеннің шудасы желкілдеп, керуенге қосылғаннан бастап-ақ қайғылы бір сарын білінген. Содан інгеннің ботасынан айырылып зар илеп боздаған тұстарына келгенде басы әжем боп көзімізден жас сорғалап берді. Қаншама тістеніп намысқа тырысып жыламауға тырысқанмен тамаққа тығылған ащы өксік жүйке-жүйкеңді сыздатып ыбыстық жас көзге құйыла береді. Ботасынан айырылған мендей сорлы бар ма екен? Неге жоқ? Бар ғой, бар. Міне, менің әжем де дәл сондай ғой. Ботасынан айырылған Бозінгендей боздап қалды емес пе? Біз де солай сорлап қалған сорлы жетімектерміз ғой. Біз әкемізден, шешемізден айырылдық қой. Көл-көсір аққан көздің жасы, ыстық жас, қорс-қорс етеміз. Әжем айтпақшы, дүние жалған-ай. Енді қайтып еш уақытта әкемізді, шешемізді көрер күн жоқ қой. Қайран әке, қайран шеше, көке, апа, сендерден айырған сұм тағдыр неткен опасыз еді. Неге ғана бізді тастап кеттіңдер? Зар елетіп, заңреңіретіп, қалай ғана қиып кеттіңдер? Зәбір көріп, жапа шегіп, зар еңіреп жүрсін дедіңдер ме? Неге бізді тастап кеттіңдер? Бозінгеннің бір жақсысы ең соңында ботасын тауып бақытқа кенеледі екен. Біз тыңдаушылар соған риза болдық. Бозінгенге қосылып бізде қуанышқа кенеліп, көл-көсір аққан көз жасымыздың төлеуі қайтқандай шерменде көңіліміз жеңілейіп, жадырап қалдық. Өксік солығымызды баса отырып, Көбегенге сонша риза көңілмен, алғысты көңілмен елжірей қараймыз. Өркенің өссін, қарағым, деді әжем. Сонан біразға дейін үйдің іші тым-тырыс боп, әлгіндегі ғажап жырды бойымызға сіңіргендей күйде отырғанбыз. Үнсіздікті Нүсіп шал бұзды. Өзінің балашаға кемпірлерге қосылып жыламағанын білдіру үшін көпе көрінеу көңілді дауыспен апырай,
Көбеген қарағым-ай, неше күн болды тыңдап келем, әр кеш сайын мен естімеген жаңа қисса айтасың. Осының бәрін кімнен және қашан үйренгенсің, деді таңырқап. Бала кезімде осы ауылда үйрендім ғой, деді Көбеген маңдайының терін сүрте отырып. Қанапия, Сәдіғұл марқұмдардан үйренгем, біразын кітаптан өзім жаттап алдым. Иә, Қанапия, Сәдіғұлдар жезтаңдай жыршылар еді ғой. Баяғыда күреңбелде күзекте отырғанымызда, деп әжем кейіп кетті сол кезде. Біздің үйде Сәдіғұл келіп 2 күн 2 түн өлең айтқаны есімде. Сонда даусы бір қарлықпадау шіркіндің. Қанапияда сондай дүлдүл еді ғой, деп іліп әкетті тағы да нүсіп шал. Мына осы үйде отырып, ол шырқағанда даусы сонау мыцтағыларға естілер еді ғой. Әй шал, ертеңде күн бар, қайталық енді, деді осы кезде кемпірі. Я, кел демек бар, кет демек жоқ, рахмет Ақжеңеше, деп нүсіп шал әжеме қарап батасын жасап бетін сипады. Мен осында Нәзираның қасына қонам деген Шынар, мейлің, деді шешесі. Балдағына сүйеніп Көбегенде тұрды. Рахмет әже, деді. Саған да рахмет қарағым, көңілімізді бір көтеріп тастадың, үй осы келіп тұр. Көбеген шоқалақтап есік алдына барды да, кілт қайта бұрылып Нәзира әпкеме, Нәзира, аяғыңды өлшеп алайын, деді. Маған қағаз қарындаш алғызып, еңкейе тұрып, Нәзира әпкемнің аяғын жалаң аяқтандырып, қағаз бетіне сызып алды. Қонышы Шынардікіндей болса жарай ма? деп сұраған. Нәзира әпкем қызырақтап басын изеді. Нәзираның аяғы менің аяғымнан сәл-сәл ғана үлкен екен, деді осы тұста Шынар. Әжем кішкене балалармен қанпештің үстіне жатты да, біздің төсектеріміз төрге қатарластыра салынды. Мен жалғызбын да, Нәзира әпкем мен Шынар екеуі бірге жатты. Әжем де кішкене балалар да бастары жастыққа тиісімен тез ұйықтап қалды. Ал Нәзира әпкем мен Шынар екеуінің қыбыр-жыбыр сөздері таусылар емес. Бір-біріне быды-быды деп ауыздары ауыздарына жұқпай күбірлейді де, бір кезде қиқылдаса күліп тұншығып қала жаздайды. Әйтеуір әңгімелер керемет қызық, ұшы-қиыры жоқ, ұзақ. Бұл екеуі қиқылдасып жатқанда мен қалай ұйықтайын? Көзім бажырайып бірдеңе айтқандарын естіп қап, бірде естімей, бірде түсініп, бірде түсінбей дөңбекшігімде жаттым. Біраздан кейін әжемнің ояна қоймасына көздер жеткен екеуі мені де ұйықтап қалды-ау деп ойлады-ау деймін. Жыртақтап дауыстары шығып еркіндеу сөйлей бастады. Көбіне сөйлеп жатқан Шынар. Өзі сондай ұялшақ, мен бажырайып бетіне тура қарасам, қызарақтап төмен қарап кетеді. Аға, сіз неге маған тура қарамайсыз деймін қасақана. О не қалқам, дейді түк ұқпағандай. Неге менің көзіме тура қарамайсыз деймін. Я, ал қарадым, не айтасың, дейді ақырын сөйлеп. Төкте демеймін, маған тура қарасаңыз болды, деймін. Әй, Шынар, қалқамай, тым ерке боп өсіпсің ғой, дейді. Ерке болмайшы, деймін мен. Әкем мен апам барда, енді мына сіз барда, мен ерке болмай кім ерке болады? Ол дұрыс, деп күле береді. Әй, қоғызай, сен оны өйтіп жүріп бездіріп аларсың. Безсе кете берсін, хи-хи, ха-ха-ха. Қатып ұйықта қаппын. Таңертеңгісін оянсам, Нәзира әпкем де Шынар да жоқ. Төсектері жинаулы тұр екен. 10 шақты күннен кейін МТС-қа бара жатқан Бектайдың шанасына отырып, Нәзира әпкеме барып қайтпақ болдым. Әнеу күнгі келіп кеткенінен кейін өзінен еш хабар болмай әжемде мазасызданып жүрген. Енді шана кездескеніне қуанып қалды. Халін біліп кел деп 2 кеседей талқан қарын ашқанда қажақтасын деп 5-6 құрт салып жіберді. Сөйтіп ес білгелі алғаш рет өз бетіммен ауылдан 10 шақырымдай жердегі МТС-қа жол шектім. Ауыл орталығын қақ жарып жүретін үлкен жолменен желдіртіп келе жатқанбыз. Нүсіп шалдың үйінің тұсынан кемпірі қол бұлғап шыға келді. Басында кимешегі ғана, қамзолшаң жеңіл қалпы, бізді көре сап жүгіре шыққан болу керек. Бектай атының басын тартқан. Мытысқа бара жатсыңдар ма? Иә. Онда әлгі Көбегенді біле келіңдерші қарақтарым. 3 күн болды сол жаққа кеткеніне, хабар жоқ. Бірдеңеге ұшырап қалмады екен деп мазамыз кетіп отырғаны. Жарайды, кездессе ала келеміз, деді Бектай. Мұнан әрі еш тоқсаусыз жүріп кеттік. Бектай ырғай сапты бешікті ысқырта үйірі беріп қойған. Пошта тартатын шағыр көз жирен жұлқа жөнелді. Бектай маған қарай бір қырындай аяғын соза жантая отырды да, алған ат жол қысқарту үшін әңгіме айт деді. Мен не әңгіме айтам деп күмілжіп
қыздар туралы, оларға қалай ғашық болып жүргеніңді айт. Мен әлі ғашық болып көргем жоқ. Қой, оныңа кім сенеді? Әжібек, бәрің бас қоса қалсаңдар қыздарды сөз етесіңдер ғой, деп Бектай қарқылдап күлді. Мен екі бетім дуылдап қызарып кетсем керек, өйткені есіме анау кездегі Әжібектің күйіп жанған ғашықтығы туралы әңгімесі, Мәриді шақыртып алмақ болғаны еске түскен. Бектай соған мегзеп келеді-ау деп қысылдым. Өзің ұялып кеттің ғой. Жә, қалжыңым ғой, деді Бектай иығымнан қағып. Бектай жайшылықта ауыл арасында көк құнанымен едіреңдетіп жүргенде жан адамды менсінбейтіндей боп көрінетін. Тобылғы сапты қызыл қамшысын сәнімен сілтеп қойып жұрттың бәрінің төбесінен қарайтын. Әсіресе балаларға кезіккенде ерінін шүйіре тұрып немқұрайлы ғана көз тастап, «Әй, шаңдатпасаңдаршы!» деп одыраңдатып өте шығатын. Өзі Әжібектен бірер жастай ғана үлкен, бірақ соған қарамастан жүріс-тұрысы, сөйлеген сөзі одан әлдеқайда ересек адам сияқты еді. Қазір екеуміз шанада қатарласа жантайып отырмыз. Шағыркөз жирен желе шоқырақтап тұяқтарымен қатқақ қарды шанаға кесек-кесегімен бората лақтырып келеді. «Өй, мына қалыпта біз МТС-қа жеткенше көшкіннің астында қалармыз», деді Бектай аттың басын іркіп. Онан соң астымыздағы шөптен көтеріп шананың алдыңғы жақтауының саңылау тесіктерін бітедік. «Сен мына тонды жамылып отыр», деп өзімен ала шыққан үлкен қара тонын менің иығыма жауып, омырауымды, аяқ жақтарымды қымтап қойды. «Мен тоңбаймын, өзің жамылсаңшы», дедім. «Жо, мен атайдап қимылдап отырам, қозғалсыз отырған адам тоңып қалады», деді. Енді байқадым, көк құнаның үстінде қоқиып жүргенде үбілген ересек боп көрінетін Бектай жақыннан қарағанда өзіміз сияқты бала екен. Тіпті әлі мұрты да жоқ, тебіндеп қана ізі білінеді. Бұған қарағанда Әжібекке мұрт бұрын өсетін сияқты. «Неге күлесің?» деді. «Жай, мен сені есепші болғанға үлкен адам екен десем», дедім. «Я, немене, үлкен адам емес пе екем? Өзіміз сияқты бала екенсің». Күліп отырғаның сол ма? Әрине баламын, бірақ сендерге қарағанда ересек баламын. Маған ойнауға болмайды сендер ұқсап. Шәлкестік жасауға да болмайды. Неге? Болмайды сол. Мына соғыс бітсін, амандық боп. Біздің әскер қазір жауды қуып, өз жеріне қарай тықсыртып апара жатыр ғой. Көп ұзамай тасталқанын шығарамыз әлі. Әй, сонан кейін ойынның түбін сүріп тұрып ойнар мынау. Мен сендердің ойындарыңа кейде сырттай қарап қоям. Қызық ойындарды білмейсіңдер. Соғыстың алдында біздер ойнаушек, шіркін ойын деп соларды айт. Мен асықты жақсы ойнайтынмын. Анадай жерден өрістен атқанда дәл тегізіп, сақамды дүп қатыратынмын. Бір жазда 500 асық ұтқаным бар. Асық ойынында қолыңа жағатын жақсы сақаң болу керек. Ауыр да емес, жеңіл де емес болсын. Асыққа тигенде дүпте қатсын. Мұнан әрі Бектай қолыңа жағатын сақаны қалай жасау керек екенін, оны бізбен қалай үңгіп, тесіп, қорғасынды қалай құю керек екенін, табанын қай мөлшерде қалай қайрау керек екенін тәптіштеп әңгімелеп кетті. Бірақ мен де асық ойнауда қара жаяу емес екенімді, сақаны мен де бір адамдай тәуір жасайтынымды айтып, өзара қызу әңгімеге кірісіп кеткенбіз. Кенет желіп келе жатқан атымыз оқыс ішін тартып, осқырынып кілт тоқтай қалды. Алдымыздан анадай жерде жолдың дәл ортасымен бізге қарсы көбеген келе жатыр екен. Атымыз содан үркіп тоқтапты. Аттың өзінен үркектеп тұрғанын көріп, көбеген бір шетке қарай шығып бізге жол берді. Қасынан өте бере біз шананы тоқтатып, қосарлана сәлем бердік. Көбеген ернін ғана қыбырлатты. Өзі әбден қара терге түсіп, өңі түтіге қарайып кетіпті. Бізге шаршаған, жабырқау кейіпте самарқау ғана бір қарады да жол ортасына түсіп жүріп кетті. Жүріп кеткен жоқ, балдағына сүйеніп жалғыз аяғымен шоқырақтай жөнелді. «Аға, шанаға отырыңыз, біз МТС-қа барамыз да шаруамызды бітіре сап кейін қайтамыз», деген Бектай. Көбеген қайрылған жоқ, естімеген адамша жүре берді. Балдағы қарға қатты батып, әр аттаған адымы ауыр тиіп бара жатқанын біз сезіп те, көріп те тұрмыз. Бектай шыдай алмай шанадан қарғып түсіп, соңынан жүгіре ұмтылды. «Аға, тоқтаңызшы!» деп ышқына дауыстап қуып жеткен. Көбеген сәл кідіріп бұған бұрыла қарады да бірдеңе деп ақырып жіберді. Бектай оған тағы да бірдеңе деп жақындай берген. Көбеген бір балдағын көтеріп ап салып жіберуге шақ қалды. Бектай кейін қарап секіріп түсті. Көбеген тағы бірдеңе деп кіжінді де
Сол жол ортасына түсіп бұрылып қайтадан жүріп кетті. Жүні жығылып абдыраған Бектай қайтып кеп шанаға отырған. Жындымей өзі? Біз оған жанымыз ашып жүрсе, боқтайды кеп, деді ыза болып. Шағыр көз жиренді бешікпен шықпырта салып жіберген. Ол жануар ыршып түсіп шаба жөнелді. Кейін жаққа қарай береміз. Шоқақ-шоқақ еткен көбеген біртіндеп алыстап, сәлден соң мүлдем ұзап кеттік. Мидай жазық қарлы далада қара ноқатқа айналды. Кішірек бір белеңді асқанымызда көзден де таса болды. Әй, осы соғыстан қайтқандар қиын, деді Бектай әлі де ұмыта алмай. Шетінен контужный. Биік дөңнің үстіне шыға келгенімізде дәл иегіміздің астында ойда үлкен ауыл МТС жатты. Мұндай үлкен ауылды бірінші көруім. Ол шеті мен бұл шеті ат шаптырымдай шығар. Үйлері сонша көп болар ма? Жапырлата салынған, төбесінен қарағанда құмырсқаның илеуі сияқты. Және көшелері де көп екен. Көше бойлары селдіреген ағаштар. Ойпыр-ой, үйлерінің көбін-ай, деппін ішегімді тартып таңырқап. Мына құжынаған көп үйдің арасынан әркім өз үйін адаспай қалай табады екен? МТС-қа бұрында талай кеп жүрген Бектай күле қарады. Әй, надандық-ай, деді кекетіп. Қалай тапқан нес? Мұнда әр көшенің аты, үйлерінің саны бар. Сол бойынша еш адаспай оп-оңай табады. Мысалы, мынау сол жақ қапталдағы сырты қоршаулы жатқан МТС-тің ауласы, деп көп комбайндар мен тракторлар қатар-қатар тізіліп тұрған тұсты нұсқады. Оның бергі жағындағы 2 қабат үйлер МТС-тің кеңсесі және бастықтары тұратын үйлер. Ал мына оң жақтағы созылып жатқан көп терезелі ұзын үй жатақхана, сенің Нәзира әпкең сонда тұрады. Ал анау көп үйлерде кім тұрады? Осы МТС-тің жұмысшылары. Көшеге де кірдік. Міне, үй деп осыларды айт. Зәулім биік шатырлары тура кітаптағы суреттердей. Төбелеріне қарасаң, басыңнан қалпағың түседі. Есіктерінің алдында тақтайдан жасалған баспалдақтар. Ақ боран ай бойы соқса қар баса қоймас. Шіркін, осындай үйлерде де адам тұрады-ау, ал анау 2 қабатты үйде тұратында тіпті ерекше адамдар шығар. Шана әлгінде төбеден Бектай жатақхана деп көрсеткен ұзыннан ұзақ салынған көп терезелі үлкен үйдің алдына кеп тоқтаған. Бектай мені түсірді де 2 сағаттан кейін алып кететінін айтып шаруасына жөнелді. Есік алдында жүрген бір кемпірден сұрап ап, әпкемнің бөлмесіне мен кіргенде ол ортадағы биік столдың басында қағаз жазып жалғыз отыр екен. Мені көріп қуанған сонша ұшып кеп бас салды. Құшағына қатты қысып, келгенің қандай жақсы болды, Қанатай, үйді ойлап жабырқап отыр едім, деді. Құшағынан босанғаннан кейін байқадым, 2 көзі қып-қызыл әбден жылағаны көрініп тұр. Өңі әнеугүнгі үйге келгендегісінен гөрі бозарып жүдей түскен. Жылапсың ғой, дедім. Иә, аздап жыладым, деді әпкем теріс айнала беріп. Өз теріме өзім симай тіпті қысталанып кеттім. Біреу ренжітіп беді, деді қынжыла қолын сілтеп. Неге ғана қыз болып жаралдым екен? Немене, қыз болған жаман ба? Несін сұрайсың? Қанатай, жаман болғанда жаман. Кім көрінгенге көз түрткісің. Сауды қойып, ақсақ-тоқсаққа дейін сөз салады. Сен ондайлардың сөзін тыңдама, қағып жібер. Әпкем күліп жіберді. Енді өзім де сөйтем, деді жасаураған көзін сүрте тұрып. Әпкем ақсақ-тоқсаққа дейін деген кезде есіме әлгінде жолда бізге қарсы жолыққан көбеген түсті. Балдағы қарға батып, жалғыз аяқпен қиналып бара жатқан аянышты кейпін ұмыту мүмкін емес қой. Мен әпкеме соны айтқам, ауылға жаяу қайтып барам екен, деді әпкем көзі шарасынан шыға. Иә, біз қазір біраздан кейін кері қайтамыз, шанаға отырыңыз дебек, өзімізді боқтап жіберді. Сонда ол не қылғаны? Деді әпкем үрейленген үнмен. Кімге жасаған қиястығы? Сорлы жан екен ғой өзі, сұмдық-ай. Егер осыдан бірдеңеге ұшырап болса ғой, бүкіл елге мен қара бет болам. Қанатай, оны тездетіп қуып жету керек. Әйтпесе ол бір пәлеге ұшырап жүрер, деп дегбірсіздене бастаған. Мен қазір 2 сағаттан кейін Бектай екеуміздің ауылға кері қайтатынымызды, сонда көбегенді қуып жетіп шанаға отырғызып әкететінімізді айтып, әпкемнің үрейін басқандай болдым. Сөйтіңдер, Қанатай, сөйтіңдер, пәлесінен аулақ, деді әпкем көңілі орнына түскендей. Мен әпкемнің мына мінезіне таң қалдым, бірақ өз айтпаса қазбалап сұрауға және батпадым. Сен енді үлкенсің ғой, деді әлден уақытта күрсініп. Сол көбеген 3 күн бойы осында менің жүйкемді тоздырды. Немене, бірдеңе дей ме?
ашық айтып ештеңе демейді. Құр жатақхананың алдына кеп балдағына сүйеніп сүмірейіп тұрады да қояды. Алғашқы күні МТС-қа бір шаруасымен келіп, содан маған соққан шығар деп, жаным қалмай ағалап бөлмеме шақырып шай бердім. Екінші күні сабақтан шықсам, тағы келіп тұр. Я, қайтуға көлік табылмады ма аға десем, жоқ, мен қайтқалы жүргем жоқ, саған келіп едім, Нәзираш. Сенде сөзім бар еді дейді. Тағы да бөлмеме шақырып шай бердім. Ал аға, маған не айтпақ едіңіз дедім. Жай өзіңді көргім келеді де тұрады қалқам, деп міңгірлейді. Мені көре беріп, қайтесіз аға, маған алаңдамаңыз, деп шығарып салғам. Сонымен кеткен шығар десем, бүгін ертеңгісін тағы келіп тұр. Ыза болдым да ұрсып жібердім. Бұрылып алып кеткен. Ауылға жаяу тартқаны маған ренжігендегісі ғой. Онысы нес? Өзі жарымжан адам. Егер жолда жазатайым бірдеңе болса ғой, бәріне кінәлі мен болам. Сонда жазығым, ұнатпайтынымды айтқаным ба? Көбегеннің мына қылығына әпкеме қосылып мен де ренжідім. Шынында да үбілкен адамның онысы нес? Апалы інілі екеуміз өстіп сырласып отырғанымызда есік жұлқа ашылып, бөлмеге орта бойлы қара торы біреу алқын-жұлқын кіріп келген. Біреу дейтінім а дегенде қыз ба ұл ма айыра алмадым. Мені көріп өзі де қысылып қалды. Үйде қонақ бар екен ғой деді күліп. Қыз екенін күлкісінен білдім. Нәзира әпкем ол екеумізді қысқаша таныстырып өтті. Бұл әпкемнің қасында жататын курстас жолдас қызы Гүлсара екен. Мұның да басында әпкемдікіндей құлақшын, қолындағы дорбасы мен күпәйкесін төсегінің үстіне қарай лақтырып тастаған. Мұның да кигені сол әпкемдікіндей комбинезон. Бұл да шашын төбесіне түйіп апты. Мына қалпында қыздан гөрі талдырмаш жасөспірім бозбалаға көбірек ұқсайды. Бос тұрған орындыққа кеп көрсетіп отыра кетті. Екі нанды да жақсы бағаға саттым, деді ол Нәзира әпкеме есеп бере сөйлеп. Онан соң базардан шығып келе жатсам, әнеугінгі сары кемпірдің кездесе кеткені тағы бір ширек шай ұстап алып келеді екен. Соны сатып алдым. Анау дорбаның ішінде. Ал қалған ақша міне қалтамда. Жақсы болды. Шайды қазір әжеме беріп жіберейін деді әпкем де қуанып. Мен келгенде отқа қойған шәугімдегі су қайнап, әжем беріп жіберген талқан мен құрттарды ортаға қойып үшеуміз шайға отырдық. Гүлсара сөйлегіш те күлегеш, көңілді қыз екен. Ауыз жаппай сөйлейді де өзі мәз боп күледі. Күлген кезде екі беті шұқырайып сүйкімді боп кетеді. Жаңа базарда бір әйел сыбырлап қана, әй бала, менде самогон бар, дейді. Менде сыбырлап қана, осы жерде тұрыңыз, қазір кеп ұстап әкетеміз, дедім. Әлгі әйел, жә, бір стаканды өзіңе тегін берем, дейді сыбырлап. Мен, жо, бір стакан аз, дедім. Екі стакан, екеу де аз. Әйел долданып жап-жас болып, құлқының кең екен өзіңнің, деді. Мен шыдай алмай күліп жібердім де ары қарай жүріп кеттім. Қаршадай болып шешесіндей адаммен қалжақтасады, деді әйел соңымнан ашулы үнмен. Гүлсараның әңгімесіне мәз боп күліп отырғанымызда сырттан Бектайдың «Қанат!» деп айқайлап шақырған дауыс естілді. Шағыркөз жиренің біз отырған бөлменің терезесінің тұсына кеп, басын кегжитіп тоқтай қалғаны көрінді. Тез жиналып далаға шықтық. Нәзира әпкем әлгінде Гүлсара әкелген ширек шайды және қайдан алып шыққанын білмеймін, 3 тілім қара бөлке нанды орап берді. Шайды апарсам да жетеді ғой, нанды алып қал, өзіңнің қарның ашады деп едім, балалар жесінші, деп бой бермеді. Мен оның бозарып жүдеу тартқан жүзіне қарадым. Біртүрлі сырқаттанып тұрған сияқты болып көрінді. Қанша дегенмен үйден алыста жүргендік-ау, деп жаным ашыды. Өзін жекелеп шығардым да, өзің жүдеп барады екенсің, нан сатқаныңды қой, дедім өзімше ұрса сөйлеп. Жалғыз мен емес, басқалар да сөйтеді. Бір күндік нормамыздың жартысын сатып, ақша жинап киім-кешек алсақ дейміз. Киім кимесең өлмессің, денсаулығыңды ойласаңшы, дедім. Дәл осы арада әжемше ақыл айтып. Жақын арада тағы да келем, егер нан сатқаныңды білсем, әжеге айтам. Жарайды, Қанатай, енді сатпаймын, деді әпкем мені күле құшақтап. Қоштасып жүріп кеттік. Шағыркөз жирен ауылға қарай заулап жөнелді. Биік дөңге көтерілгенде кейін бұрылып МТС-қа көз салғам, дүрілдеген, тарсылдаған, дүрсілдеген, бірі МТС ауласының ішінде, бірі ауланың сыртын айналып, қым-қиғаш бірінің жолын бірі кес-кестеген тракторлар жерді солқылдатып сабылып жүр екен. Бұлар нес, бостан-босқа жүргендері, деп сұраған Бектайдан. Двигательдерін қыздырып жүргендері ғой, деді Бектай. Биік дөңнен де астық. МТС кейіндеп тасада қалды. Бірақ тракторлардың тарсыл-тұрсылдары
көпке дейін естіліп тұрды. МТС-тан шығарда заулай жөнелгенімен биік дөңді асып ауылға баратын даланың сүрлеу жолына түскеннен кейін шағыр көз жиреннің әлгіндегі екпіні бәсеңсіп бүлкіл желіске ауысты. Түс ауа жылымықтанып жентектеліп жатқан қарда жүрісін ауырлатса керек, екі бүйірі солқылдап терлейін деді. Жаймашуақ күннің сәулесіне шағылысып ие босап жатқан қарлы даладан ұялшақтағандай Бектай екеуміздің көзіміз қарғып, сырғыған шананың үстінде маужыраған рахат күйде келеміз. Екеуміз де үнсізбіз, сөйлесуге ерінетін сияқтымыз. Мынау белес-белес боп созылып жатқан ұшы-қиыры жоқ аппақ дала, бір шөкім бұлт жоқ шыныдай мөлдір көк аспан, май тоңғысыз жылым ауа, барлығы да шана үстіндегі бізді тербетіп келе жатқандай болды. Әлгі көбеген байғұс көрінбейді, деп қойды бір кез орнынан көтеріліп алға қараған Бектай. Менің есіме әпкемнің бағанағы айтқандары түсті. Бір ауық ойша екеуін салыстырып көрсем, сүмірейген балдақты ақсақ әрі кексе көбеген, мен тепсе темір үзетін оттай жайнап тұрған әпкем екеуінің арасы жер мен көктей екен. Ақсақ бұл түгілі қол-аяғы бүп-бүтін, түр десең түрі бар. Өнер десе өнерлі жігіттің сұлтаны боп көрінетін Ырысбекті де әпкем менсінбей қойды ғой. Әпкемнің теңі Тоқтар еді ғой. Шіркін, қандай әдемі жігіт еді. Шалдар айтқандай қынынан суырған қылыштай боп тұрушы еді. Ер жігіт сондай-ақ болар. Оның қасында Ырысбек кім, көбеген кім, қайран әпкем. Түсінем мен сенің жайыңды. Қалғып кетпін. Аға, отырыңыз деген дауыстан көзімді ашып қалдым. Шана тоқтапты. Жол шетінде тұрған көбеген қарға сағанағына дейін батқан қоспалдағын әзердеп суырып алды да шана үстіне лақтырып тастай берді. Өзі бір аяғымен секіріп кеп, бар салмағымен менің қатарыма гүрс етіп отыра кетті. Отыра кеткен жоқ-ау, құлап түсті. Жақыннан анық көрдім. Түрі адам шошырлық еді. Өрт сөндіргендей қап-қара. Бет-аузынан айғыз-айғыз аққан тердің іздері ақтаңдақтанып, жолақ-жолақ боп қапты. Шанаға жамбасы тиген бойда талмаусырағандай көзін жұмды. Танауы қусырылып, тынысын солықтай алып, тым-тырыс солық жатты да қойды. Өне бойы тегіс, әбден тоңған адамдай діріл қағады. Екі белесті асқан соң ауылға да жеттік. Нүсіп шалдың үйінің тұсында Бектай шананы тоқтатып, көбеген түсіп қалды. Қалт-құлт етіп бір аттады да босап жатқан қарға айыршығына дейін кеткен балдағын суырамын деп алға қарай ұмтыла тартқанда жалп етіп ұшып түсті. Бектай екеуміз шанадан секіре-секіре түсіп ұмтылғанбыз. Осы кезде үйлерінен Нүсіп шал мен қызы екеуі де жүгіре шыққан. Екеуі бізден бұрынырақ жетіп көбегенді қолтығынан демеп көтеріп әкетті.